Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қарағанды техникалық университеті геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығының студенттері үшін пайдалы қазба кен орындарының геологиясы пәні бойынша слайд дәріс. Бүгінгі тақырыбымыз постмагмалық, соның ішінде вулканогенді және вулканогенді гидротермальды, кальчеданды және стратиформды кен орындары. Орындаған Мұхажанова Жанна Төлеубековна. Дәріс мақсаты постмагмалық, вулканогенді және вулканогенді гидротермальды, кальчеданды және стратиформды кен орындарын сипаттап және оқып білу. Дәріс жоспары: гидротермалық кен орындар, вулканогендік кен орындар, вулканогендік кен орындар. Гидротермалық кен орындар негізінен жер қыртысының жоғарғы бөлігінде орналасқан және суыған магмалық денелердің туындылары болып табылатын минералданған ыстық газдық сулық ерітінділерден қалыптасады. Пайдалы қазбаларды жасайтын минералдық заттар көпшілік жағдайда сулық ерітінділерде тасымалданады. Олар физикалық химиялық құрамы бойынша жүзгін коллоид және молекулалық ерітінділерге жатады. Жүзгіндер мен немесе суспензиялар дегеніміз дифрессиялық фаза бөлшектерінің өлшемі 0,1 микрометрден асатын ерітінділер. Гидротермалық кен жаралуда олар елеулі орынға ие болады десек болады. Коллоид ерітінділер, соның ішінде дифрессиялық фаза бөлшектерінің өлшемі 0,1-ден 0,1 микрометр аралығында. Гидротермалық үрдістерде үлкен рөл атқарады. Минералдық заттар гидротермалық ерітінділерде минералдардың шынайы немесе коллоид ерітінділері қарапайым иондық элементтер мен жиынтықты иондық молекулалық ерітінділердің оңай еритін қосылыстары түрінде тасымалданады. Гидротермалық ерітінділерден минералдық массалар түзілуге мыналар себеп болуы мүмкін: ерітіндідегі және ерітінді ығысқан кездегі заттардың алмасу реакциялары, ортаның қышқылдық сілтілігінің өзгеруі, коллоидтардың коагуляциясы, сүзілуі әсері, сорбция, пайдалы қазбалардың шоғырлануы, минералдық массалардың тау жыныстар қуыстарында түзілуі салдарынан немесе олардың алмасуына байланысты қалыптасады. Сондықтан гидротермалық кен орындардың денелері кен сиыстырушы қуыстардың морфологиясына немесе алмасатын тау жыныстар шекарасының конфигурациясына байланысты болады. Кен денелеріне тән пішінділер желі, шток, ұя, штокбер, линза, қабат тәрізді жатындар мен күрделі құрама денелер. Кен орындарының типтері. Гидротермалық кен орындар
жаралу жағдайлары бойынша глутаногендік немесе тереңдік вулканогендік немесе жер беттік түрлерге бөлінеді. Глутаногендік және вулканогендік кен орындар 400-ден 50 градусқа дейінгі температура аралығында қалыптасып, көбінесе жоғарғы температуралық, орташа температуралық және төмен температуралық болып бөлінеді. Глутаногендік кен орындар глутаногендік гидротермалық кен орындар қышқылды, біршама қышқылды және біршама сілтілі магмалық тау жыныстарымен кеңістікте және генетикалық байланыста болады. Кендену тік бағытта 1 метрден 2 километрге дейін тереңдікте дамып, жақсы ұстамдылығымен ерекшеленеді. Кен денелері қуыстарды толтыру немесе метасоматоз жолымен қалыптасады. Олардың пішіні сез-тұрушы тау жыныстар мен тектоникалық құрылымдарға байланысты болып, әртүрлілігімен сипатталады. Изометрлі, жалпақ және құбыр пішінді, үйлесімді және үйлесімсіз типті жатындар белгілі. Денелердің өлшемі кең ауқымда өзгереді. Ұзындығы бірнеше метрден ондаған километрге дейін, ең көп таралғандығы, қалыңдығы аз, саны көп кен денелерінен тұратын кен орындар. Кен жаралу сез-тұрушы тау жыныстардың қарқынды өзгеруімен ұштасады. Оларда серициттену, хлориттену, кварцталу, доломиттену, листвениттену, серпентиндену, флориттену, пириттену, гематиттену кен таралған. Кеннің бітімі секілді желшікті, шомбыл, ал құрылымы бойынша түрлі порфир тәрізді, эмульсиялық, пластикалық торлы болып келеді. Глутаногендіктерге кен орындардың мынандай типтері жатады. Алтын кварцты, вольфрамит, молибденит кварцты, касситерит кварцты, никель, кобальт, арсенитті, молибденит халькопиритті, галенит, спалеритті, алтын сульфидті, касситерит силикат сульфидті, таликті, магнезитті, хризотил азвесті,
флюоритті және кенолар антимонит кварцты болып келеді. Осы типтердің негізгілерінен қысқаша сипаттайық. Мысал алғанда, алтын кварцты кен орындарды, олар көбінесе дайкалар сериясына жалғасқан гранитоид массивтермен байланысты болып келеді. Кен денелері айрылымды және қатпарлы тектоникалық бұзылыстармен қадағаланады. Ол төртте бір суретте көрсетілген. Келесі бетте көрсетілген, оған тоқталып кетеміз. Олардың пішіні негізінен Штокберг, қарапайым және күрделі жүйелер, сонымен қатар қатпар топсаларында орналасқан ер тәрізді денелер болып келеді. Кенде алтынды кварц басым таралған сульфидтердің мөлшері 0,5-тен 2%-ке дейін шамасынан аспайды. Бұл типке көбінесе Орал, Орта Азия, Сібір, Швеция, Үндістан, Мали, Конго, Австралия, Канада мен Бразилиядағы кен орындарда жатады. Вольфрам, молибденит, кварцты кен орындар. Күкірт, еңіс жатысты желілерден құбыр тәрізді денелер мен сепкілді кеннің Штокберг белдемдерінен тұрады. Олардың гранитоид күмбездерінде және олардың сыртқы жаспар белдемдерінде орналасады. Бұл типтік кен орындар Қазақстанда Шалқия жоғарғы қайрақты кен орнында кездеседі, және Ресейде де бар. Кен орындар көбінесе шетелде Португалия, Норвегия, Қытай Халық Республикасында, Монғолияда, Австралияда, Америка құрама штатында, сонымен қатар Канадада дамыған. Касситерит кварцты кен орындар. Гранит интрузияларының сыртқы жапсырындағы құмтас пен тақтатастардың арасында жатады. Қайталап айтамын. Касситерит кварцты кен орындар гранит интрузияларының сыртқы жапсарындағы құмтас пен тақтатастардың арасында жатады. Тепкілді, желікшікті және шомбыл кен толтыру желілерінен кенденген белдемдер мен штокбергтар құбыр тәрізді денелер жасайды. Молибденит, халькопирит кен орындары порфир құрылымды магмалық гранитоид дөңестері маңында шашыранды кендену штокбергтері мен желікшікті сепкілді белдемдер қалыптастырады. Кенді белдемде гидротермалық өзгерген тау жыныстар өте көп дамыған. Төртте бір сурет Кашгар кен орнындағы алтын кварц желілерінің орналасу сызбасы. Вольфсон бойынша бірінші плагиогранит, өнеркәсіптік желілер, кенді белдемдер, венер кәсіптік желілер,
айрылымды бұзылыстардың бұл типтері көрсетілген. Кендену аймақтық жарылымдар мен жарықшақтар жүйелерімен қадағаланып, көбінесе белдемді құрылысымен сипатталады. Кен орындардың бұл типі көбінесе Қазақстанда, Өзбекстанда, Арменияда дамыған. Шет елдерде ірі кен орындар Америка құрама штатында, Чилиде және Болгарияда таралған. Так, төрттегі сурет. Так, төрттегі суретте көрсетілген Чукикамата мыс порфир кен орны геологиялық құрылысының сызбасы. Мұнда бірінші көрсетілген кен желілерінің желікшіктері, екінші кварц көрсетілген тропинкалар. Үшінші серпентин. Төртінші альбитит көрсетілген. Алтыншы хлорид. Мынаның арасында. Касситерит, силикат, сульфид кен орындары. Құмтаста, тақтатастарда, аттастарда, эффузивтерде, гранитоид массивтерінің сыртқы жапсар белдемдерінде, жарылымдар мен брекчиялы белдемдер бойында орналасады. Кенденуді көбінесе дайкалар бақылап, оларды сепкілді және линза тәрізді болып келеді. Басты кенді минералдары касситерит пен ферритин. Желі минералдары көбінесе кварц, турмалин мен хлорид болып келеді. Кен орындардың бұл типтері көбінесе Забайкалда, Саха республикасында, Приморьеде, Чукоткада, Канадада, Ұлыбританияда және Австралияда көп кездеседі. Калинит, сфалерит кен орындары. Қышқылды және негізгі эффузивтерде, олардың туфында метаморфтық тақтатастарда, қышқылды және қышқылдану гранитоид массивтерінің сыртқы жапсарында орналасады. Олар сепкілді кенденген белдемдерден, линзалардан, шомбыл кен жатындары мен штоктарынан
тұрады. Кеннің құрамына галенит пен сполириттен басқа пирит, солғын кендер құрамына галенит пен сполирит, басқа да пирит, солған кендердің қатарына халькоферрит, ал бекен минералдардан көбінесе барит, карбонаттар, кварц пен серицит кіреді. Сипатталған типті кен орындар белгілі желілер көбінесе Кавказда, Германияда, Америка құрама штатында, Үндістанда, Канадада кездеседі. Сонымен қатар алтын сульфид кен орындары көбінесе гранитоид массивтерінің өзінде немесе олардың жабынындағы тау жыныстарында орналасады. Кен денелері негізінен желі пішінді болады. Кен кварц, барит, карбонат, пирит, халькопирит, сполирит, сонымен қатар кен минералдары мен кен минералдарынан да тұрады. Алтын сомтума түрде немесе сульфидтердегі қоспалар түрінде кездеседі. Бұл типті кен орындар дамыған жерлер көбінесе Қазақстанда, Оралда, Батыс Сібірде, Австралияда, Америка құрама штатында және Канадада. Хризотил асбест кен орындары серпентинденген ультранегізді тау жыныстарымен байланысты. Оларға жиектік, жүйелі ірі жатындар, ірі және ұсақ желішіктер, жекеленген желілерге тән. Бұл денелер жаралымдардың қалың белдемдерінде орналасады. Кендердің бітімі желішікті көлденең және бойлама талшықты болып келеді. Бұл типті кен орындар таралған жерлер көбінесе Қазақстанда, Оралда, Тыва республикасында, сонымен қатар Зимбабведе, орталық Араб республикасында, Канадада, тағы да басқа көптеген елдерде кездеседі. Вулканогендік кен орындар дегеніміз гидротермалдық жанартау типті кен орындар негізінен геосинклиндердің жер беттік андезит, дацит вулканизмімен, сонымен қатар белсендірілген платформалардың сілтілі және трап магматизмімен байланысты болып келеді.
Ең көп таралғаны вулкан тас көмейлері мен олардың шеттерінде орналасқан кен орындар. Кен орындарға конустық, сақиналық, құбырлық тас көмейші мен тас көмейдің тыс орналасқан радиал жарықшақтық құрылымдар тән болып келеді. Сонымен қатар жарылымдар мен эффузиялық таужыныстардың жербеттік қабаттастықтарын байқалатын кен орындар да белгілі. Кен денелері желі, құбыр және штокберг болып келеді. Олар 300-ден 500 метрге дейін тереңдікте жылдам сыналып кетеді. Кеннің минералдық құрамы күрделі және олар пайдалы компоненттердің әркелкі таралуымен және қоңды кеннен тұратын кен бағаналары деген денелердің болуымен сипатталады. Кен бітімінің арасында ең көп таралғаны метаколлоидтықтар. Вулканогендік кен орындарда көбінесе эффузиялық таужыныстардың гидротермалық өзгерістері байқалады. Бұл өзгерістер кварцталу, пропилиттену, аулиниттену, каолиниттену түрінде білінеді. Сипатталып отырған кен орындар арасында мұндай негізгі типтерге бөлінеді. Бірінші магнетит, касситерит, сульфид кені бар, алтын күміс, алунит, күкірт, сеолит кен орындары. Магнетит кен орындары трап денелерімен байланысты және габро-диабаз штоктары мен жарылыстың жанартау қорларында орналасады. Жанартау Олар карбонат және құмтас, тақтатас, таужыныс скарындалынған интрузиялық трап арасында жатады. Кеннің құрамына магнетиттен басқа гематит, карбонаттар кіреді. Аз мөлшерде хлорид пен апатит, кварц және сульфидтерде кездеседі. Бұл кен орындардың типтік мысалдары көбінесе Шығыс Сібірдегі Коршуновскі, Рудногорскі, Нерюдино, Дагар деген жерлерде көбінесе кездеседі. Касситерит, сульфид кен орындары орташа құрамды тайкалармен, субвулкандық интрузиялармен ассоциацияланып, жарылымдар мен олардағы жарықшақтық белдемдерде орналасады. Сездірушы таужыныстар құмтас, сазды таңтатас, эффузивтер, брекшиялар болып келеді. Кен денелері
көбінесе желі, ұя, теңденген врекчия, штокверк, бұрыш атомдар пішіні болады. Кеннің құрамы касситерит, галенит, сфалерит, перит, халькоперит және арсенопириттен тұрады. Кен орындардың бұл типтері көбінесе Приморьеда, Боливияда, Мексикада, тағы да басқа жерлерде кездеседі. Кеновар кен орындары. Кеновар кен орындарының қалыптасуымен кеңістіктегі жағдайлары бойынша қышқылды және орташа құрамды төрттік вулканизммен байланысты болып келеді. Бұлардың орналасуы жаралымдар экструзия, врекчиялану белдемдері тоғысымен бақыланады. Кен құрамына кеновардан басқа антимонит, риалгар, сомтума, күкірт, пирит, марказит кіреді. Бұл кен орындар көбінесе Чукоткада, Камчаткада, Амур маңында көп кездеседі. Шетелдерде Италияда, Жапонияда, Америка құрама штатында, Жаңа Зеландияда белгілі екенін білеміз. Алтын күміс кен орындары көбінесе кварц, порфир субвулкан интрузияларымен ассоциацияланып, тереңдікті жарылымдар, уатылу белдемдері мен көне жанартауларда орналасқан. Олар көбінесе андезит, дацит таужыныстары арасында орналасып, жанартау көмейлерінен кесіп өтетін желілер жиынтығы болып табылады. Кен құрамында кварц, кальцитон, опал, периттік карбонат, халькоперит, галенит, сфалерит, күміс пен алтын кіреді. Бұл типтерге көбінесе Америка құрама штаты мен Румыниядағы кен орындары жатады. Сомтума күкірт кен орындары көбінесе стартовулкандардың немесе вулканаралық ойпандардың беткейлеріне, етегіне, кальдераларына орналасады. Қайталап айтам, Сомтума күкірт кен орындары көбінесе стартовулкандардың немесе вулканаралық ойпандардың беткейлеріне, етегіне орналасады. Кен денелері негізінен кеуек, пирокласт таужыныстардың тектоникалық жарылымдары мен қиылысқан белдемдерінде орналасып, әртүрлі пішіндер, соның ішінде линза, шток, қабат және құбыр пішінді жатындар пайда болады. Или басқаша айтқанда жасайды деуге болады. Кенді саналатындар күкірт қышқылды ерітінділер әсерінен туынды кварциттерге айналған вулканогендік таужыныстар. Олардың құрамына сомтума күкірт сепілері болады. Олар көбінесе Жапонияда, Чилиде, Перу мен Филиппин кен орындарында көп кездеседі.
Гидротермалдық кен орындарының түзілу температурасы бойынша жіктеу. Бірінші, жоғарғы температуралы кен орындары 500-ден 300 градусқа дейін 300 градус температурада қалыптасады. Ұшпа компоненттер өте маңызды рөл атқарады. Жоғарғы температуралы гидротермалды кен орындары үлкен және орташа тереңдікте жер бетіне жақын жағдайларда пайда болады. Бірақ терең кен орындары өте басым болып келеді. Кен орындары әдетте қышқыл интрузивті жыныстармен, соның ішінде граниттермен, гранодиориттермен және тағы басқалармен байланысты, және интрузивтердің өзінде де шатыр жыныстарда да шөгінді метаморфты және тіпті эффузивті, бірақ интрузивті жыныстарға жақын болып келеді. Сипаттамалық ерекшеліктері олардың бірінші, кен денелерінің формалары дұрыс емес, желі, берішті, жылқы құйрығы тәріздес, көбінесе штокбергтер, кейде қиылысқан кен шоғырлары. Екінші, денелердің мөлшері көбінесе орташа және кішкентай, сирек өте үлкен болып келеді. Үшінші, кендер негізінен массивті құрылымдарға ие, кейде желі тәріздес, қиылысқан болып келеді. Кендердің заттық құрамы бірінші кезекте минералдармен анықталады. Минерализаторлармен, солардың ішінде флюорит, топаз, берил, турмалин, хлорид болып табылады. Жоғарғы температуралы минералдарға тән, көбінесе магнетит, гематит, ферритин, касситерит, вольфрамит, алтын, графит, апатит және тағы басқалары. Орта температуралы минералдарда кездеседі. Орта температуралы минералдар, олар көбінесе халькопирит, спалерит, галенит болып табылады. Негізгі тамырлы минералдар көбінесе олар кварц, дала шпаттары, мусковит, литий слюдалары, флюорит, скополит, амфибол, родонит, гранат болып келеді. Екінші, орташа температуралы кен орындары 300-ден 200 градус аралығындағы температурада орташа және үлкен тереңдікте қалыптасады. Сондай-ақ жер үсті жағдайларында H2, H2S, SO2, карбонат фтор газдарын қоспағанда ұшпа заттардың кен түзуге қатысуы өте шектеулі. Осы типтегі кен орындары үлкен практикалық мәнге ие болады. Олардан түсті металлардың негізгі бөлігі, соның ішінде мыс қорғасы, мырыш, молибден мен қалайынның недәуір бөлігі, алтын мен күмістің көп бөлігі, уран кендері және асбест, магнезит, тау хрусталі, плавик шпатының едәуір бөлігі сияқты кенсіз қазбалар өндіріледі. Ары қарай
Сипаттамалық ерекшеліктері олардың кен денелердің формалары қарапайым желі, сондай-ақ ертоқым, тор, баспалдақ, кейде линзалар, қабат тәрізді, шоғырлар және штоктар тәрізді болып келеді. Екінші кендердің құрылымы массивті қиылысқан, жолақты, желімді, қабатты болып келеді. Кеннің заттық құрамы: кен минералдары көбінесе оларда алтын, күміс, гематит, сидерит, перит, арсенопирит, халькопирит, барнит, галенит, сфалерит, кобальтин, уран, шайыр кассетирит болып саналады. Бүйір жыныстарының орташа температуралы кен маңындағы өзгерістері көбінесе серитизация деп айтуға болады, березитация, силикаттандыру, хлоритизация или хлориттану, листвинтану болып табылады. Шышы төмен температуралы кен орындары 200 градустан 50 градус аралығында температура аралығында пайда болады. Төмен температуралы кен орындары әдетте магмалық ошақтардан өте алыс орналасқан. Сондықтан олар үшін шөгінді немесе вулканогендік және кейде интрузивті жыныстар тән болып табылады. Бұл кен орындары үшін магмалық ошақтармен байланыс қиын және өте сирек болып келеді. Олардың әсіресе алтын мен күміс үшін экономикалық маңызы өте зор деуге болады. Сонымен қатар сынап, сурьма, исландық шпат, алунит және бариттің барлық әлемдік өнімдері осы типтегі кен орындарынан келеді. Сипаттамалық ерекшеліктері: кен денелерінің плита тәрізді, желі және линза тәрізді түрлері басым. Екінші, друзалық, каламурттық, кокардалық, крустификациялық, рекциялық құрылымдары. Құрылымды кендері кіреді көбінесе. Кендердің заттық құрамы оларда көбінесе кені бар: антимонит, риалгар, аурипигмент, табиғи түрдегі алтын мен күміс, алтын мен күмістің телуриттері мен селениттері, табиғи мыс халькопирит, тетраэдерит, халькизин, янаргит, галенит, сфалерит, аргентит, күрделі сульфоантимониттер және күміс арсениттер, марказит, кальцит, халцедониттер, флюорит, барит, аулиниттер кіреді. Негізгі желі минералдары кварц, халцедон, опал, карбонаттар, барит, аулинит, каулинит, сеолиттер және адуляр. Гидротермальды өзгертілген жыныстардың негізгі түрлері және олардың белгілері: жоғарғы температуралы, грезинизация дейді орысша, грезиндік, интрузивті шөгінді, метаморфты және жартылай эффузивті жыныстардың пневматолит гидротермалдық өзгеруінің жоғарғы температуралы процесі болып табылады.
Грезендердің минералды құрамы көбінесе кварц 40%-тен 70%-ке дейін, мусковит пен литий слюдалары 40%-ке дейін, турмалин, топаз, флюорит 20%-ке дейін. Олардың кен минералдары көбінесе 10%-ке дейін. Олардың ішінде кен минералдары көбінесе касситерит, вольфрамид, пирит, арсенопирит, висмут, молибденит, пиротин және тағы басқалары. Бұлар 10%-ке дейін ғана. Аз мөлшерде кездесетін көбінесе берил, хлорид, рутил, серицит және тағы басқалары. Скарнация, скарындалу деген сөз карбонатты сирек силикатты жыныстардың жоғарғы температуралы метасоматозы, оның соңғы жыныстары белгілі бір құрамдағы тау жыныстарымен скарындарымен ұсынылған. Скарыны түзілуінің тереңдігі 0,2-ден 0,5 километр аралықта оңтайлы деген енді белгілі деген сөзді белгілі деген мағынаны білдіреді. Келесі орташа температуралы серитизация дейміз. Серитизация ол серициттену қазақша айтылғанда қышқыл және орташа құрамды, соның ішінде кіретін минералдар граниттер, кварц, доломиттер, галашпаттары жыныстарының, сондай-ақ эффузивтердің, топтардың, метаморфты және шөгінді жыныстардың өзгеру процесін айтады. Серициттену деген. Серициттену процесінің химиялық мәні натрий, магний, кальций жыныстарынан шығару және калийді, сондай-ақ су мен қышқыл радикалдарды әкелу арқасында жүзеге асырылады. Келесі беритизация. Беритизация дегеніміз дала ашпаттарының ыдырауы, олардың серицитті және кварц есебінен бір мезгілде жыныстарының перитизациясы. Беритизация дегеніміз дала ашпаттарының ыдырауы, олардың серициті мен кварц есебінен бір мезгілде жыныстың перитизациясы или перитизаттануы деп айтуға болады. Сондықтан беризиттер бұл граниттердің гидротермалды метасоматикалық өзгеруі нәтижесінде пайда болған кварц серицит жыныстары болып табылады. Силикаттандыру бұл шөгінді және магмалық жыныстардан өтетін кен дамыған гидротермалық процесс. Бұл жағдайда тақтатас пен ұсақ түйіршікті құмтас мүйізділерге ақтастар, кремнийлі ақтастарға өтеді. Или кремнийлі ақтастар арқылы өтеді деуге болады. Хлоридтизация, хлоридтену, қазақша хлоридтену сирек өздігінен көрінеді, немесе көбінесе серициттену, турмалиндену ұйқымен және пропилитену тығыз байланысты болып келеді. Хлоридтену негізінен мыс,
кальцийдан полиметалл, алтын кенті және басқа да орташа және төмен температуралы гидротермалық кен орындарда көбінесе көрінеді. Листвентизация құрамында едәуір мөлшерде көмірлі қышқылы бар ерітінділер есебінен пайда болатын ультранегізді және негізгі жыныстардың гидротермальды өзгеру процесі болып табылады. Келесі пропилитизация. Бұлар төменгі температуралы процестерге жататындар. Пропилитизация ол орташа және негізгі фузивті жыныстардың, соның ішінде андезиттер, дациттер, базальттар және сирек қышқылдардың риолиттер және тағы басқалар гидротермалық өзгеруі тау жынысының қара түсті компоненттері ыдырап, олардың есебінен хлорид пен эпидот түзіледі. Соны біз пропилитизация деп айтуға болады. Келесі аргилизация. Аргилизация вулкандық жынысының бастапқы минералдарының сазды затпен алмастыруға әкелетін вулканнан кейінгі белсенділіктің көрінуіне байланысты төмен температуралы метасоматикалық процесс болып табылады. Келесі процесіміз алунитизация. Бұл жер бетіне жақын орналасқан және кейде үлкен аудандары басып алатын салыстырмалы түрде төмен температуралы процесс болып табылады. Осының нәтижесінде вулкандық белсенділік аймағында қышқыл және орташа дала шпаты жыныстары сорттарының әсерінен өзгереді. Келесі процесіміз каолинизация. Каолинизация құрамында көмір қышқыл газы, сондай-ақ гомен немесе күкірт қышқылы және фторлы сутегі бар қышқыл сулардың әсерінен егістік шпат жыныстардың өзгеруі. Осы процестің нәтижесінде каолинит немесе диккит жиналады. Сонымен қатар өзгертілген жыныста көбінесе кварц, рутил, пирит, гематит және диаспора қоспалары алунит, сирицит кездеседі. Келесі процесіміз силикаттандыру. Олар кен шоғырларының жанында қайталама кварц пен халцедон түзілу процесі, кейде жыныстардағы кремнезиумның мөлшері 90%-ге жетеді. Сол процесті силикаттандыру деп айтуға болады. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Бақылау сұрақтары айта кетейін сіздерге. Бірінші сұрағымыз гидротермалық кен орындар дегеніміз не? Екінші, гидротермалық кен орындар қалыптасуының температуралық және физикалық химиялық жағдайлары. Үшінші, вулканогендік гидротермалық кен орындар кен орын пайдалы қазбалары мен геологиялық жағдайларының сипаттамасы.
Төртінші, вулканогендік гидротермалық кен орын пайдалы қазбалары мен геологиялық жағдайларының сипаттамасы. Бесінші, профилитизация. Так, аргилизация, алунитизация, каолинизация, силикаттандыру дегеніміз не? Алтыншы, серитизация, веритизация, силикаттандыру, хлоритизация, лиственнитизация процестерін сипаттау или сипатта. Жетінші сұрағымыз, жоғарғы температуралы кен орындарының сипаттамалық ерекшеліктері қандай? Назарларыңызға рахмет. Осымен сау болып тұрыңыздар. Амандықпен кездескенше сау сәлемет болайық.